Назар аударыңыз. Керемет хабар. Осы хабарламаның астына бір емес ондаған лайк бассаңыз, оған тұрарлық. Жедел хабарлама тарады. Барша хабардар болсын. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеоролик кеңінен тарап, қажет жерлерге жету үшін видеороликті жақындарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз. Ендеше біз басадық. Алдағы 5 жылда Алматы агломерациясында не пайда болады? Қолжетімді тұрғын үй, жаңа әлеуметтік нысандар, сапалы инженерлік инфрақұрылым, мұның бәрі Алматы агломерациясында болады деп хабарлайды Бақ-Кизет. Агломерацияны дамытудың кешенді жоспары қазан айының соңына дейін Алматы қаласы мен Алматы облысының мәслихаттарына келісуге жіберіледі. Ал жыл соңына дейін ел үкіметінің қарауына және бекітуіне ұсынылатын болады. Алматы агломерациясын дамытудың кешенді жоспары агломерацияның жергілікті кеңесінің отырысында талқыланды. Бұл жоспар өңірдегі тұрғын үй, әлеуметтік инженерлік және көлік инфрақұрылымының дамуын үндестіріп, теңестіруге тиіс. Басқаларда тезірек хабардар болу үшін видеоға сына бірден лайк және жазылу түймелерін басып қойыңыз. Сау, сәлеметте